Электрондық кітапхана коворкинг орталығы рухани жаңғыру және цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында Көкшетау қаласында алғаш рет ашылып отыр. Жаңадан ашылған электрондық кітапхана коворкинг орталығында қала тұрғындары мен оқырмандар еркін отырып жұмыс істей алады. Орталықтың ашылуының басты мақсаты келушілерге ыңғайлы жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасау. Электрондық кітапхана коворкинг орталығында ыңғайлы жұмыс істеу үшін қажетті барлық нәрсе бар. Ыңғайлы дивандар, үстелдер, тегін жылдам интернет, скайп, принтерлер мен сканерлер, мультимедиалық креслолар. Мультимедиалық креслолар арқылы аудио кітаптарды, аудио жазбаларды, музыканы тыңдауға және кез келген гаджетті қосуға болады. Сонымен қатар кітапхана өз пайдаланушыларына ақпараттық қолдау көрсетуге әрқашанда дайын. Кітапханада ақпараттық және электрондық ресурстардың бай қоры бар. Қолданушыларға заманауи сервистік қызметтер кешенін ұсына алады. Бұл жерде көбінесе мастер-класстар, дәрістер, семинарлар мен тұсаукесерлер өтеді. Жастар бос уақытын тиімді пайдалана алады. Бұл жер тек жұмыс істеу үшін ғана емес, демалыс пен шығармашылық үшін де құрылған кеңістік болып табылады. Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді Көкшетау қаласы Потанин көшесі 53-ші мекен жайдағы электрондық кітапханаға келуге шақырамыз.